Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай курабе дайындайтын боламыз. Сары майымызға қант ұнтағын, жүгері крахмалын салып, және ұнымызды салып жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жүгері крахмалы болу керек, картоп крахмалы жарамайды. Жақсылап араластырып болған кейін және кішкене ұн қосып, бұны да жақсылап араластырамыз. Май және жүгері крахмалы қант ұнтағы жақсылап бір-біріне біріккенше араластырып, осында жұмсақ үгілмелі қамыр дайын болу керек. Ұнды көп қоспаймыз. Осында пакетке салып, бір 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Немесе бірден жасай берсеңіздер де болады. Мен кішкене қойып қойдым. Кішкене ұн сеуіп, осылай жайып аламыз. Қатты жұқа жаймаймыз. Осылай орташа жұқада жайып, осылай үгілмелі қамыр болады. Жайып боламыз осылай. Стақанның көмегімен бізге айдын пішінін беретін боламыз. Міне осылай жасасаңыздар, айдын пішіні болады. Мінекей осындай қалыңдықта жасап, пергамент қағазға салып, міне қалған бөліктерінде жинап, одан да жасасаңыздар болады. 180 градуста 10 минут салып қоямыз. Әркімнің пеші әртүрлі болады, сондықтан міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Мүмкін ерте пісіп қалатын болады. 5 минут, 8 минут, 7 минутта пісу керек. Осында еріген ақ шоколадымызбен сән беретін боламыз. Мен үстіне фисташка қолдандым. Сіздер әрқалай үйде қандай не бар, сомен жасасаңыздар болады. Мінекей осындай өте дәмді, тез дайындалатын печенье.